Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен өте қарапайым және дәмді аджиканың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге қызанақ, қызыл тәтті бұрыш және қалауыңызша аскөк, петрушка, сарымсақ, ащы бұрыш, дәміне қарай қант, тұз және сұйық май қажет. Ең алдымен қызанақты блендерден немесе ет тартқыштан өткізіп аламыз. Одан кейін ыдысымызға сұйық майды құямыз. Үстінен қызанағымызды салып, араластырып, қайнаған сәттен бастап 1,5 сағат орташа баяу отта қайнатамыз. Қызанағымыз дайын болғанша ащы бұрыш пен тәтті бұрышты араластырып етшеккіштен өткіздім. Сарымсақты да солай жасадым. Ал аскөк пен петрушканы ұсақтап турап дайындап қойдым. Бір жарым сағат уақыт өтті. Енді ащы бұрыш пен тәтті бұрышымызды қосамыз. Дәміне қарай қант және тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Орташа баяу отта 40 минут қайнатамыз. Одан кейін аскөк пен петрушкамызды салып 15 минут қайнатамыз. Ең соңында сарымсақты салып, тағы 5 минут қайнатамыз. Осымен аджикамыз дайын. Мен банка қақпақтарды алдын ала булап дайындап қойдым. Енді аджикамызды құйып шығамыз. Міне аджика осылай болып шықты. Түсі де, дәмі де өте керемет. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Видео пайдалы болса, каналға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.